Еркек үй шаруасына араласып, әйеліне көмектесу керек пе? Мен Сая Абдуғани, Қазақстан Республикасы этикет мектебінің негізін қалаушымын. Күнделікті жоқ. Мүлдем болмай бара жатқанын көрсе, үлгере алмай жатқанын көрсе, әрине, немқұрайлы қарауға болмайды. Әйелі ауырып қалғанда, әрине, көмектесу керек. Бірақ күнделікті ол еркектің міндетіне айналмау керек. Әйел үлгере алмай жатыр. Неге? Себебі бала жылап жатыр. Екінші балаға тағы бірдеңе керек. Үшінші балаға тағы бірдеңе. Ыдыс жуып, әйелі бала қарап отырған емес. Керісінше, баланы қарап, балаға деген махаббатын, мейірімін көбірек беріп, тәрбиелік жұмыспен айналысып, әйелінің барынша қолын босатудың жағдайын жасау керек. Ер азамат күнделікті әйелдің шаруасына, үйдің шаруасына күнделікті араласып, әдетке айналып кетпеу керек ол нәрсе. Себебі қазақта сөз бар. Әйел 3 күндігін ойлайды, ер азамат 3 жылдығын ойлайды дейді. Әйелдің міндеті отбасының, шаңырақтың ішіндегі дүниені ұйымдастыру, еркектің міндеті түздегі шаруаны бітіру.